Түркістан облысында балаларын аяусыз соққыға алған ер адамның әйелі видеоның қалай түсірілгенін айтты. Қорғансыз балалар ұрып соққан видео желіге тарап, тергеуге себеп болды. Видеода болып жатқан оқиғалар мен түсірген адамның қатыгез екенін тоқтатуға тырыспағаны көптеген қазақстандықтарды қатты таңғалдырды. Әйел күйеуіне қарсы шыға алмағанын айтты. Ол бейне жазбаларды өзі жариялаған. 30 жастағы әйел күйеуімді тоқтата алмаймын дейді. Ол 9 жылдан бері күйеуінің таяғын жеп және балаларды ұрып соғып жатқанын көруден шаршағанын айтады. Әйелдің 3 ұлы бар, олар 3, 7 және 9 жаста. Мен балаларымның қатты жылағанын естідім. Жүгіріп барып тоқтатпақ болдым, бірақ ол мені тұншықтыра бастады. Содан кейін мен видеоға түсіріп бәрін көрсетуге бел будым. Оның мұндай аяусыз екеніне ешкім сенбейтін дейді келіншек. Ер адам ешқашан жұмыс істемеген болып шықты. Осылайша ол балалары мен әйелін тәрбиелейтін көрінеді. Балаларды солай тәрбиелеймін деп ойлайды. Әйелі бірнеше рет полицияға арыз жазған, бірақ кешірім сұрап татуласты. Ол қатты қызғаншақ, оған қоса ішімдікке салынған. Бірнеше рет емдеп те көрген болатын, бірақ ол бір айдан кейін қайта ішіп кетеді дейді туыстары Замира Жолдасова. Таяқ жеген әйел полицияға бірнеше рет хат жазған, бірақ туыстарының сендіруінен және күйеуінің бұдан бұлай ондай болмаймын деген уәдесінен кейін ол кешірім берген. Видео жарияланғаннан кейін ғана полиция қылмыстық іс қозғады. Анда-санда айқайлар естілетін, бірақ үйде шын мәнінде не болып жатқанын білмейтінбіз. Мен әрқашан бұл балалар ойнап, айқайлап жатыр деп ойлайтынмын. Бірақ кеше біз желіде тараған бейнежазбаны көріп, біздің көршілеріміз екенін түсіндік. Мен кейде отағасының мас болғанын көретінмін дейді зардап шеккендердің көршісі Ержан Бекжанов. Еске салсақ, Түркістан облысында балаларын аяусыз ұрып соғып жатқан ер азаматтың әрекеті жұртты шошытқан болатын. Балалардың анасы шағым түсіріп, ер адамның қамауға алынғаны белгілі болды.